Сәлеметсіздер ме оқушылар? Ондық бөлшекті жай бөлшекке, жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдыру тақырыбын қарастырып жатырмыз. Бұл жерде балалар 736 есептен бастап қарастырайық. Ондық бөлшек түрінде жазуға болатын жай бөлшектерді теріп жазыңдар. Оларды ондық бөлшек түрінде жазыңдар деді. Балалар, бірінші тұрған 2-ден 1 біз ондық бөлшек түрінде жаза аламыз. Яғни 2-ге біз 5 деген санды алымына да бөліміне де көбейткен кезде бөлшектің бөлімі бізге 10-ға айналады. Яғни 10-нан 5. Бұл 0,10-нан 5-ті береді. Екінші 5-тен 2. Ол да біз оны ондық бөлшек түрінде айналдыра аламыз. Яғни бөлшектің бөліміне 2 деген санды көбейтсек, алымына да бөліміне де сол кезде 10-нан 4 шығады. 10-нан 4 ол 0,10-нан 4-ті береді. Үшінші 6-дан 5 ол бізде ондық бөлшек түрінде жаза алмаймыз. 7-ден 4 ондық бөлшек түрінде жаза алмаймыз. 10-нан 3 ол өзі ондық бөлшек түрінде бізге беріліп тұр. Яғни 0,10-нан 3-ті береді. Келесі бізде 20-дан 9. 20-дан 9-ға біз 5 деген санды көбейтсек, алымына да бөліміне де, онда бізде 100-ден 45 келеді. 100-ден 45 ондық бөлшек. Ал оны жай бөлген кезде 0,45 шығады. 25-ті 8-ге қатынасы болып тұр, мына жерде. Енді 20 бөлшектің бөлімін 100-ге айналдыру үшін біз 4-ті алымына да бөліміне де көбейтеміз. Сол кезде 100-де 32. Яғни 0,32-ні береді. 50-ден 13. Бұған 2 деген санды алымына да бөліміне де көбейтсек, 100-ден 26 келеді. Ол деген сөз 0,26 деген сөз. Келесі 737. Бұл жерде жай бөлшек түрінде жазыңдар деген. 0,10-нан 3 ол 10-нан 3-ті береді. Сіздер мына үтірден кейін тұрған санды алымына, үтірден кейін 1 деген санның артында үтірден кейін қанша сан тұрса, сонша 0 қоясыздар. Яғни 1 сан бар бізде, 1 сан қоясыздар. 0,10-нан 7, яғни 1, 7-ні үстіне, астына үтірден кейін 1-ден кейін 1 0 бар. Яғни 10-нан 7. 0,100-ден 1, яғни төбесіне 1 жасасыздар, астына 2 сан бар, үтірден кейін 2 0 қоясыздар. Келесі 0,100-ден 9, яғни 100-ден 9. 0,21, 21 бөлімінде үтірден кейін 2 сан бар, 100. Үшінші 0,83, алымына 83, бөліміне 100 жазамыз. Келесі 0,101, яғни 1000-нан 101. 0,011, алымына 11, бөліміне 1000 жазамыз. Неге? Себебі үтірден кейін бізде 3 сан бар, яғни 3 0 жазылады. 0,813, 813 алымына бөлшектің бөлімі неше 0 бар? 3 0, яғни 1000 жазылады. 0,997, 997 алымына бөліміне 1000 жазылады. Себебі үтірден кейін бізде 3 сан бар, яғни 3 0 жазылады. 0,007, яғни 1000-нан 7, 0,1000-нан 7 деп оқылады балалар. Балалар, 738 есепте мына жай бөлшектердің бөлімдерін 10 санына келдіріп, ондық бөлшекке айналдырыңдар деген. Мына сандардың бөлімдерін 100 санына келтіріңдер дейді. Мына сандарды 1000 санына келтіріңдер дейді. Бұл есептерді шығару үшін мына бағанаға қараймыз. Бұл жерде 2-ден 1, яғни 2-ден 1-дің бөлімін 10-ға айналдыру үшін біз 5 деген санды көбейтеміз. Алымына да бөліміне де 5-ті көбейтеміз. Сонда 10-нан 5, ол 0,10-нан 5-ті береді. 5-тен 2, бұл деген сөз бөлшектің бөлімін 10-ға айналдыру үшін 2-ге көбейтеміз. 10-нан 4 болады. 0,10-нан 4. 5-тен 7, яғни алымына да бөліміне де 2-ні көбейтеміз. Бұл деген сөз 1,10-нан 4. 5-тен 4, бұл деген сөз бөлшектің бөлімін 2-ге көбейтсек, алымын да 10-нан 8, 0,10-нан 8 деген сөз. Келесі
бөлшектің бөлімін жүзге келтіруіміз керек. Бөлшектің бөлімін жүзге келтіру үшін мына жерде біз не істейміз? 0, мына жерде 4-тен 1, яғни 5-ті 2 рет көбейтеміз. Яғни 2 5-ті алымына да бөліміне де көбейтсек, бізде 100-ден 25 келеді. Яғни біз бөлімін 100-ге айналдыруымыз қажет еді. Келесі 20-ны 100-ге айналдыру үшін біз 5-ге көбейтеміз. Алымын да бөлімін де 5-ге көбейтесіздер. Сонда 100-ден 15. 0,5-ті береді. 100-ден 5-ті. Келесі 25-тен 8. Бөлшектің бөлімін 100-ге келтіру үшін 2-ні 2 рет көбейтсек болады. 2 рет алымына да бөліміне де көбейтеміз. Сонда 100-ден 32. 0,132. 25-тің 7. 25-ті 25-ге 2-ні алымына да бөліміне де көбейтсек, бөлшектің бөлімі 100 болады. Алымы 28 болады. 0,28-ді береді. Бөлшектің бөлімі 50, алымы 1 болса, бөлшектің бөлімін 100-ге айналдыру үшін 2-ге көбейтеміз. Яғни 100-ден 2. Бұл дегеніміз 0,102-ге тең. Келесі 125-тен 6. Бөлшектің бөлімін 1000-ға келтіру үшін біз 2-ні 3 рет көбейтуіміз керек 125-ге. Немесе 8-ді сразу алымына да бөліміне де көбейтсек, бізде 1000 шығады. 1000-нан 48, яғни 0,1000-нан 48 шығады. 250-ден 3, яғни 250-дің алымына да бөліміне де 2-ні 2 рет көбейтсек, бөлімі 1000 шығады бізде. 1000-нан 12, яғни 0,1000-нан 12 шығады. Келесі 200-ден 7, яғни 200-дің бөлімін 1000-ға айналдыру үшін бөлшектің алымын да бөлімін де біз 5-ге көбейтсек 1000 болады. Яғни 1000-нан 35, 0,1000-нан 35 болады. 500-ден 9, 500-ді 2-ге, 9-ды 2-ге көбейткен кезде 1000-нан 18. Бұл деген сөз 0,1000-нан 18 деген сөз балалар.